Кешеде, ертең менде емес, бүгін мен өмір сүру керек. Егер жүректе ұмтылыс болса, онда сіз тасты бұрғалайсыз. Кейде басқалар үшін емес, өзің үшін жауап беру қиын. Досыңнан айырылғың келсе, қарызға ақша бер. Сүйіктіңнен кеткің келсе, оған көбірек ақша табу керек екенін айт. Өзгеге жамандық айтқан адамның өзі жақсы емес. Біз өз көзімізге сенеміз, бірақ оған сенуге болмайды. Біз өз жүрегімізге де сенеміз, бірақ оған да сенуге болмайды. Есте сақтаңдар, ақиқатында адамды тану оңай емес. Өз мақсатыңа жылдам жету үшін күресіп жатсың ба? Мәселе онда емес. Маңыздысы мақсат жолында тоқтап қалмау. Мақсатыңа жету қиындыққа айналса, еңсең түспесін. Тек оған қатысты жоспарды қайта құр. Егер сені артыңнан біреу сөз етсе, онда сенің алда келе жатқаның. Миға ақыл кеңес біртіндеп жиналады, бірақ оны өз қажетімізге жаратпай шөміштеп шашамыз. Егер біреудің тірі жүргенін көре алмасаң, онда сенің жеңілгенің. Қайырымды адам өзіне талап қояды, ал мәдениеті төмен адам өзгеге талап қойғыш келеді. Үш нәрсені қайта оралту мүмкін емес: уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпай, сөзіңді әркез сайлап ап, мүмкіндігіңді жіберме. Жүрек ешқашан сөйлемейді, бірақ түсіну үшін оны тыңдау керек. Қасіреттен қорқатын адам қазірдің өзінде қорқыныштан зардап шегеді. Сөйлеген қорықпайды, қорыққан адам сөйлемейді. Жақсылық жасырылған есікті ашу қиын, зұлымдық жасырылған есікті жабу қиын. Егер сіз өз қателігіңізді мойындамасаңыз, бұл екінші қателік жасап жатқаныңызды білдіреді. Қиындыққа бірге төзе аласың, бірақ қуанышыңды бірге бөлісе алмайсың. Сіз кішкентай нәрселерге шыдамай, үлкен жоспарларды бұзасыз. Білмеймін деп қорықпа, үйренбеймін деп қорық. Жаман айттым деп қорықпа, жаман жасадым деп қорық. Шынайы сөз дәрі сияқты жиі ашы, бірақ емдейді. Сіздің қателіктеріңізді көрсететін адам әрқашан сіздің жауыңыз бола бермейді. Сенің қасиетің туралы айтатын адам әрқашан сенің досың бола бермейді. 100 ауру суықтан басталады. Күткендерге 1 минуттың өзі 1 жыл сияқты көрінеді. Ақшаға сағат сатып алуға болады, бірақ уақыт емес. Екі адамның арасында тура 10 қадам болады. Егер өзіңнің 5 қадамыңды аттап, сені ешкім күтпесе, артқа қайта бер. Ұялғанда қызаратын адамда қара жүрек болуы мүмкін емес. Сен айттың, мен сендім. Сен тағы қайталап айттың, мен күдіктендім. Бастаушыға көмек бергің келе ме, онымен бірге жаса. Қарияға көмек бергің келе ме, оның орнына жаса. Ұстаға көмек бергің келе ме, оған кедергі жасама. Ал кертартпа ақымаққа көмек бергің келсе,
өзің ақымақсың. Адамдар тағдыр солай шығар деп өзін-өзі жұбатады. Шын мәнінде тағдыр деген адамдардың өмірінде өздері жіберіп алған қателіктерінің жиынтығы. Бір істі сеніп тапсырған адамымызды қайта-қайта тексере беруіміз өсімдікті отырғызып қойып, тамыры өсті ме екен деп қайта-қайта жұлып қарай бергенімізбен тең. Ақылды болуға жетелейтін 3 жол бар. Біріншісі – тәжірибе жолы. Ол ащы жол. Екіншісі – еліктеу жолы. Ол ең жеңіл жол. Үшіншісі – ойлау жолы. Ең таза жол. Ұстаз тек есікті көрсетеді, әрі қарай өзің барасың. Эмоцияларыңызды басқарыңыз, әйтпесе олар сізді басқарады. 100 рет есту 1 рет көргенмен бірдей емес. Олардың айтқанын тыңдамаңыз, барып көріңіз. Менде аяқ киім болмағандықтан жындандым. Содан мен аяғы жоқ адаммен кездестім. Лас ауыз лайықты тілде сөйлей алмайды. Шытырман оқиғадан қайтып келген адам сол кеткен адам емес. Ойланбастан білім алу бос жұмыс, ал оқымай ойлау қауіпті. Барлығы өзгереді, және біз олармен бірге өзгереміз. Ақылды адаммен 1 рет сөйлесу 1 ай кітап оқуға тұрарлық. Төгілген суды қалпына келтіру қиын. Өзіңді басқаларды кінәлағаныңдай кінәла, ал басқаларды өзіңді кешіргеніңдей кешір. Асыл тас жылтыратпай жарқырай алмайды. Егер адам өзін сынамаса, өзін жетілдіре алмайды. Жақсылық жамандықтың орнын толтырса, жақсы іс-әрекет жақсы жеміс береді. Зерделі адам үлкен проблемаларды кішіге, ал ұсақ мәселелерді нөлге айналдырады. Жағалаудан шықпасаңыз, межелі жерге жетемін деп ойламаңыз. Оңға түсу сені ақылды етеді. Ақымақ адамдарды берген сыйлықтары бойынша бағалайды. Өзіне тәуелді адам ең үлкен бақытқа қол жеткізеді. 1000 шақырымдық шытырман оқиға 1 қадамнан басталады. Ақшаңыз болса, жақсылық сұрай аласыз. Егер сіз тік тұрсаңыз, қисық көлеңкеден қорықпаңыз. Әр нәрсенің сұлулығы бар, бірақ оны бәрі көре алмайды. Армандарымызға сену бүкіл өмірімізді ұйқыда өткізуді білдіреді. Бір мәселені шеш, сонда сен тағы 100 мәселені алшақтатасың. Қараңғылыққа қарғыс айтқаннан гөрі шам жаққан жақсы. Берілген жақсылықты ұмыт, алғанды ұмытпа. Түзу аяқ, қисық аяқ киімнен қорықпайды. Ақылды адам өзі шешім қабылдайды, ал білімсіз адам қоғамдық пікірге ереді. Өзгенің көмегіне қарағанда өз-өзіңе сенген жақсы. Әр басқан қадамы туралы көп ойлайтын адам әрдайым бір аяқта тұрады. Ата-ананың сүйіспеншілігін түсіну үшін өзіңнің балаларыңды тәрбиелеу керек. Бір ұрпақ ағаш отырғызады, ал екіншісі оның көлеңкесінен ләззат алады.
бір сағат бақытты болғыңыз келсе, ұйықтаңыз. Егер сіз бір күн бақытты болғыңыз келсе, балық аулауға барыңыз. бір ай бақытты болғыңыз келсе, үйленіңіз. Егер бір жыл бақытты болғыңыз келсе, байлықты мұраға алыңыз. Ал егер сіз өмір үшін бақытты болғыңыз келсе, басқа адамға көмектесіңіз. Каналыма тіркеліп өтіңіз. Өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.